Сәлем достар, бүгін сіздермен алмалы пирог дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер салатын боламын. Ал енді қамырымызды жасауға кірісеміз. Ұнымызға шым-шым тұзымызды, разрыхителімізді, сахарный пудрамызды араластырып аламыз. Ал енді холодильникте салқындатып тұрған сары майымызды салып, қамыр илейміз. Бізде осындай крошки қамыр шығады. Ал енді осыған жұмыртқаның сарысын салып, қамырымызды толықтай біріккенше илейтін боламыз. Не осындай жұмсақ қамыр шықты. Бізде осы қамырымызды 20 минутқа салфан мешокқа салып, холодильникке жібереміз. Ал енді қамырымызды илеп жаямыз. Шамалы астына, үстіне ұн сеуіп жеріңіздер. Оқтаудың көмегімен осылай жан-жаққа қарай жаямыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болғандықтан шамалы бөлініп жатыр, ештеңе етпейді. Осылай жайып, біз формамызға жайғастыратын боламыз. Менде форма 26 диаметрлік форма. Осылай біркелкі етіп, жақсылап орналастырып аламыз. Қамырымыздың артық жерлерін алып, біз қазір бетін әрлеуге, яғни әсемдеуге қолданатын боламыз. Осылай жайғастырып шықтық. Ал енді начинкасын жасауға кірісеміз. Бізге алма керек болады. Менде майдалау алма болғандықтан 5 алма алдым. Егер орташа болатын болса, 4 алмада жетеді. Осылай алманы тазалап алып, көбіктап турап шығамыз. Міне біздің алмамыз турап болдық. Ал енді начинканы жасауға кірісеміз. Біздің ыдысымызға тураған алмамызды саламыз. Сахарный пудрамыз саламыз. Сосын шамалы суға жіберіп араластырамыз. Өлшеуінің бәрін описание қалдыратын боламын. Бәрін өлшеп, мөлшермен орындасаңыздар болады. Міне осылай араластырып аламыз да, крахмалымызды және де корица қосып жіберсек болады. Не араластырамыз. Араластырып аламыз. Біздің массамыз қыза бастаған кезде осылай қоюлана бастайды. Сол кезде оттан аламыз және біздің қамырымызға орналастырамыз. Осылай біркелкі етіп, бетіне жайып орналастырып шығамыз. Ал енді не орналастырып болғаннан кейін біздің қалған қамырымызды жайып, бетін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мен де өз қалауым бойынша осылай әрлеп шықтым. Міне біздің пирогымыз дайын. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, бізде макты отбасымыз жақсы көретін болғандықтан мак сеуіп жібердім. Осылай 200 градуста қызып тұрған пешімізге 25-30 минуттай қойып пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріп, отбасыларыңыз қуантыңыздар.